Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мемлекеттік рәміздер. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы түсінік беру және рәміздердің мән мағынасын түсіндіру. Балалар, біздің республикамыз Қазақстан деп аталады, ал ұлтымыз қазақ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Балалар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заң 1992 жыл 4 маусымда қабылданды. Мұны ұмытпаймыз балалар. Мемлекеттік рәміздерге ту, елтаңба, әнұран жатады. Мемлекеттік ту көгілдір түсті тік бұрышты кездеме. Оның ортасында арайлы күн, ал күннің астында қалықтаған қыран бейнеленген. Қыран бұл еркіндіктің белгісі. Тудың жанында ұлттық оюлармен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков атамыз. Келесі суретте балалар, бұл елтаңба. Елтаңбаның негізгі арқауы болып тұрған шаңырақ. Шаңырақ киіз үйдің күмбезі. Ол күн бейнесін, ал уықтары одан тарап жатқан алтын сәулелерді елестетеді. Елтаңбадағы тұлпар бейнесі бұл дала пырағы. Оның шапшаңдығы ер жігітті жеңіске, тәуелсіздікке жетелейді. Елтаңбаның маңдайшасында жұлдыз бейнеленген. Бұл халқымыздың бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін деген арманнан туған. Елтаңбаның төменінде еліміздің аты Қазақстан деген жазу бар. Елтаңбамыздың авторлары Жандарбек Мәлібеков және Шота Уәлиханов. Бұл мемлекеттік әнұран. Әнұранды орындау мақтанышпен елге деген құрмет сезімін тудырады. Әнұранның әнін жазған Шәмші Қалдаяқов атамыз. Сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмәдинов және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Балалар, әнұранды орындағанда барлығымыз орнымыздан тұрып, оң қолымызды жүрек тұсына қойып, бойымызды тік ұстап орындауымыз керек. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.